Зәмзәм суының ерекше 5 қасиеті. Зәмзәм суы ажар анамызға беріліп, барлық адамзатқа нәсіп болған қасиетті бұлақ. Ол жай су емес, оның қасиеті туралы ықылым заманнан бері айтылып келеді. Зәмзәмнің ерекше 5 қасиетіне тоқталайық. Бірінші қасиеті, оның атауы өте көп. Зәмзәм бұлағының 60-тан астам аты бар. Сарапшылардың айтуынша, мұндай түрлі аттар оның қасиетін сипаттайды. Ең танымалдары мыналар: Зәмзәм, Шаббат, сіңімді; Мурвият, шөлді басушы; Нафият, пайдасы ұшан теңіз, қорқынышты сейілтеді, жүректі бекей түседі; Афият, дәрігерлер де емдеуге, дәрменсіз ауруларды емдеп жазады; Мазнунат, бағалы, қорғалған. Екінші қасиеті, көңілді қуаттандырады. Зәмзәмнің денені түгелдей емдеп жазатын қасиеті бар. Кнут Пфайфер есімді неміс ғалымы әріптесі Хусама Османмен бірге зәмзәм суына тәжірибе жасап, қасиетті су кез келген жағдайда, тіпті алыс жолдан келген жанның өзіне таусылмас қуат беруге дәрменді екеніне көз жеткізген. Үшінші қасиеті, кірленуді білмейді. Зәмзәмнің тоқтаусыз ағып тұрғанына 4000 жыл болды. Доктор Яхи Кошаканың зерттеуі көрсеткендей, су ешқашан ластанбайды, бактерияларды да көрмейсіз. Ол таза болған, таза болып қала береді. Төртінші қасиеті, емдік қасиеті күшті. Зәмзәмнің емдік қасиетінің күштілігі құрамындағы кальций мен магний тұзының, табиғи фторидтің өте жоғары болуында екенін ғылым дәлелдеген. Сондай қандай емге ниет етіп ішсеңіз, сол ауруға дауа болатын қасиеті бар. Бесінші қасиеті, ғажайып тарихы. Бұлақтың жер астынан қалай шыққаны, Меккенің астынан туннель салғанға дейін жұмбақ жағдайда болған. Инженерлер мен жұмысшылар тастақ жолдан қылдай ғана, адам шашының өлшеміндей ғана жарықшаны тауып алады. Зәмзәм болса, осы иненің көзіндей болған жарықтан шыққан. Ал ғалымдар мұндай жарық үшін ерекше күш керек дейді. Ал хадистерде жарық Жәбірейілдің қатты соққысынан пайда болған деседі. Бұлақтың тереңдігі 30 метр. Осында ерекше қасиеттер мен тарихы бар. Зәмзәм суын ішкен әрбір адамға Алла тағала дертіне шипа беріп, дұғаларын қабыл етсін.